Бұл өте қоз, бардығымызға өзгөчө бір манавиятыбызға жақшы сүйінші бере тұрған хадисте. Бұл хадисті үшін бір салават айтып қояйық. Аллахумма салли аля Мухаммад ва аля али Мухаммад. Қала Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям. Сүйікті пайғамбарымыз айтады. Ма жаласа қаумун язкурун Аллах азза ва жал. Bir қоғым жамаат отырған кезде Алланы зикір қылса. Неге отырды қазір? Қана Аллаху акбар деп қояйық зикір. Субханаллах. Алхамдулилlah. Алланы зикір қылып отырған жамаат илля надахум мунадин минас сама. Асмандан bir қайырлаушы қайырлайды екен бұларға. Асмандан bir қайырлаушы бұларға қайырлайды екен. Анқуму мағфуран лакум. Тұрғыла. Кечирилдиңер дейді екен. Бетте отырғаннан ал жұманы бүткенде шыққан арада қуму мағфуран лакум. Тұрып кеткелем кечирилдиңер. Не болды екен? Günөөз кечирил. Ал емес урматтуу мусулман бирдиган. Qad buddila sayyiatukum hasanat. Allah силердин бұл жерде қалыс Алланы зикир қылып отырғаныңар үшін күнөөңөрдү соопқа айландырып қойды дейді екен. Тұрып кете берле. Күнөөңөр кечирилди. Ал емес Алла силердин ихласыңарга жараша мурда күнөөңөрдү соопқа айландырып қойды дейді екен. Амин. Аллахумма гфир лана зунубана ва каффир анна сайyiatina ва таваффана мa'ал абрар. Жараткан Аллах табарак бардыгыбыздын күнөөлөрүбүз кечирилип жана кейбір күнөөлөрдү Аллах табарак ва таала сооп кайландырган бенделерден болуу насип этсин. Бирахметке я рахман.